Арай Балтабековна, үздік педагог 2022-де сізге сәттілік тілеймін. Елордамыздың Кемел Ақышев атындағы номері 69-шы мектеп гимназиясы үздік педагог 2022 Жексенбина Арай Балтабековна. Құрметті педагог, сіз жаңартылған білім бағдарламасына сай жұмыс жасап жүрсіз бе? Зет ұрпаққа білім беруде қызықты болғыңыз келеді ме? Сабағыңызда интеграциялық әдісті пайдалана аласыз ба? Интеграция арқылы оқыту қаншалықты тиімді? Интеграция материалды жан-жақты игерту, оқушылардың сабақта алған білімдерін өмірлік практикада қолдануда тиімді әдіс. Сонымен бірге оқушының саналық, адамгершілік, эстетикалық көзқарастарын ұштауда, оқу мерзімін тиімді пайдалануда, оқу тәрбие процесін басқаруда пайдасы зор. Педагогикада оқушыларға әдетте талап қойылады. Мұғалімнің бағыт-бағдар беруімен ұсынылған тапсырмаларды оқушының ізденімдік көзқараспен оқып үйрене білуі. Қарапайым зерттеушілік жұмыс түрлерін орындай алуы. Интеграция қандай жағдайда жүрген дұрыс? Өтілетін білім мазмұны толықтыруды, байытуды қажет еткенде. Өтілетін білім мазмұны басқа пәндердегі біліммен үндескенде. Бір мезгілде бірнеше пәндердегі ұғымды бір жерге топтап, жинақтап беру мақсатында. Ұлттық білім беру жүйесінің алдында мынандай міндеттер тұр. Білім беруді интеграциялауға деген жаңаша көзқарас қалыптастыру. Ұлттық білім беру жүйесін әлемдік білім стандартына сай сапалы білім беруге бағыттау. Білім кеңістігіндегі интеграциялық ықпалдастықты жаңа деңгейге көтеру. Дәстүрлі білім жүйесі кезеңінде пәнаралық байланыс болатын. Қазір ол интеграция терминіне ауыстырылды. Әрине, жаңашаланған нұсқада. Бірақ қай кезеңде болсын біз түрлерімен таныспыз ба? Және олар қандай нәтижеге алып келеді? Пәнішілік, пән тақырыптарының ішінен интеграциялауға негіз болатындай өзге пән элементтерін анықтау, бір жүйеге келтіру. Пән аралық, әр пәннің өзіндік құрылым ерекшелігіне, мақсатына, міндетіне, бағдарламасына ешқандай өзгеріс енгізбей, әр пәннің өз дербестігін сақтау. Тік интеграция, әртүрлі сынып оқушыларының қатысуымен өткізіледі. Интеграция арқылы оқытуда біз қандай нәтижелерге қол жеткіземіз? Оқушыларға бір сабақтың өзінде бірнеше сабақ бойынша мәліметтерді қамти аласыз. Интеграция кезеңінде оқушыларға материалды жан-жақты игерте аласыз. Оқушылар сабақ кезеңінде білім алумен қатар өмір сүруге бейімделеді. Скрипка немесе фортепиано сияқты ойлау қабілеті күнделікті тәжірибені қажет етеді. Біз даналықты 3 жолмен үйренеміз.
Ойлану ең ізгі жол, еліктеу ең жеңіл жол, ал үшінші тәжірибе жолы ең ауыр жол.